Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан шұғыл жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғасын ұстауын нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Алматыда танысын аңшы мылтығымен атып өлтірді деген күдікке ұсталды. Әлеуметтік желілерде Байзақов көшесінде қылмыстың болғаны жөнінде алдымен ақпарат тараған еді. Кейін полиция департаменті бұл мәліметті растады. Алматы қаласы полиция департаменті аңшылық шолық мылтықпен өз танысын атып өлтірген 1991 жылғы туылған И есімді күдіктінің ұсталғанын хабарлайды. Алдын ала белгілі болғанда екі ер адам арасында туындаған жанжал салдарынан біреуі қару қолданған деп хабарлайды полиция. Күдіктінің алғашқы қылмысының 17 жасында жасағаны, өзі 2019 жылдан бері іздеуде жүргені жөнінде мәлімет тарады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.